Көгершін ауылының есімі аты аңызға айналып, ел аузында танылады. Ежелде бір батырдың алдынан жақсы хабармен бір кіші ғана бала келеді. Ол бала 7 жыл құрсақ көтермеген әйелінің қыз босанғанын айтып, батырды қуантады. Батырдың қуанышы көктіне сыймай, ол бар халыққа бұл жайлы айтып, той жасайды. 40 күн ойын, 40 күн тойын ұйымдастырған батыр, ауыл ақсақалдарын бар ауылды тойына шақырып, қыздың есімін қоюды ұсынады. Үлкенді қадірлеген бұл дәстүр арқылы ақсақалдар есімін ойлана келе, бейбітшіл, еркін, бостандықта болсын деп Көгершінін қояды. Қыздың есімі Көгершін деп бар халыққа танылады. Ол қыз әдемі, сұлу болып өседі. Күндердің бір күнінде ауылға кең жүректігімен, батырлығымен танылған бір батыр жігітті көреді. Ол жігіттің есімі Көкдөнен еді. Көкдөнен өте шымыр, ақылды және де өте сыпайы еді. Ол қызды бірден көріп ғашық болады. Ол күндердің бір күні ағасымен бірге тауға аң аулауға шығады. Бала ағасынан қаншама тәжірибе алып, таудың шыңына шығады. Ағасына қолғабыс болғысы келген Көкдөнен таудың биік шыңдарына шығады. Ол сол жақтан әлгі сұлу қыз Көгершінді көреді. Көгершіннің су тасып келе жатқанын көріп, ол оған көмектеспекші болады. Әрине Көгершін одан бас тартпай, сызыла кетеді. Екеуі біраз әңгіме-дүкен құрып, артынша Көгершін өз жұмыстарымен кетуге бел буады. Көкдөнен оны қимастықпен қимай, оның артынша өзінің оған ғашық болып қалғанын түсінеді. Көкдөнен ойлана келе, өзінің қызға деген ғашықтығын бұл жерден тоқтатпай, оны ауыл ақсақалдарымен сөйлесуді көздейді. Және де ол ауыл ақсақалдарына барып, бұл жағдайды түсіндіргенде, ауыл ақсақалдары оған қарсы болады. Шал баба Көгершіннің Барақ батырдың қызы екенін, алайда әкесі теңеу күні соғыс кезінде ерлікпен қаза тапқан. Осылайша Көгершін қыз Көкдөненді тек аға ретінде, бауыр ретінде қабылдайтынын мәлімдейді. Рысқұлов ауданындағы тағы бір ауыл бүгінде Көкдөнен атымен аталады. Бұл екі ауылда қос ғашықтың құрметіне солай аталған екен деседі.